Сәлем құрметті көрермендер. Мен бүгін сіздерге жарамсыз заттардан осындай жақсы әдемі құмыра істедім. Осыны қалай істелуін және де басқа да заттарды шығаруға болатынын көрсетпекшімін. Ол үшін бізге мынау жіптен босаған осындай жіптің босаған чөріктері керек. Мынандай жіптен босаған міне менде 4 чөрік тұр. Осыларды кірістіріп, мен мынандай құмыра істеп қойғанмын. Енді сіздерге тағы да бір затты істеп көрсетейін деп отырмын. Мен енді сіздерге ине түйме салатын осындай қорапша істеп көрсетейін. Ол үшін бізге мынандай пистолет желім менен ыстық желім керек. Осыған осылай желімді жақсылап отырып қондырып аламыз. Мынаған да кішкене жағып аламыз. Тең ортасына осыны осылай қондырамыз. Бізде осындай міне даярлап алған жіптерім бар. Мен бұны жарамсыз болған бас киімдерден 1 жыл ғана киіп балаларын тастаған бас киімдерінен сөгіп алдым. Жемпірлерден сөгіп алдым, оны иіріп даярлап қойдым. Осы жіппенен осын сыртын орап шығамыз. Біз осыны үсті орап шығамыз. Мынандай жіптерменен арнаулық даярлап алдым. Мен жібін осындай иіріп, осыған осыны бұлай орап шығамыз. Біз міне жаңегі жібіміздің шөрігіне міне бұлай орап осыны бітірдік. Енді бұны осы бетіменен қоя қоймаймыз. Біз бұны сәндеп үстіңгі жағына мен міне сусынның құтысын осындай баклажкаларды осылай кесіп алдым. Мынау гүл сияқты болып тұрады. Біз осыны мынаған бұлай орнатамыз. Ол үшін бізге мынаны мен жапырақ болып тұрсын деп, мына менен қаптайын деп отырмын. Міне матаның қиқымдары менен осыны осылай қаптаймыз. Бұлай. Осыны желімнің көмегіменен осылай қаптап шығамыз. Осылай жапырақшаларын барлығын осылай жапсырып шығамыз. Осылай сәндеп жапсырып шығамыз. Біз бұлай жасап даярлап алғанымызды енді мынаның ішіне кіргіземіз. Осылай кіргізіп қоямыз. Біз осылай кіргіземіз деген мына жібімізбен ары қарай жалғастырып, осыны тағы да түбін ораймыз. Мынаның түбіндегі мына біздің жаңағы қақпақты да біз орап қоямыз. Өйткені бұл көрінбей тұруы керек. Түбіндегі жапсырған қақпағымызды да осылай жақсылап осындай бір түсті жіппен орап шығамыз. Сіз өз қалауыңызбен қандай түспен жасағыңыз келеді, сонымен жасай берсеңіз болады. Біз енді осы даярлап алған сувенирімізді міне мынаны шет-шеттеріне осылай сәндеп, бисермен болса дағы басқадай затпен болса өздеріңіздің қалауыңызша осыны осылай сәндеп шығасыздар. Мен мына баклажканың артын кесіп алып, осындай матаменен орап, гүл сияқты қылып қойдым. Оны біз мынаның қақпағы ретінде қолдансақ болады. Мен осындай затты істеп шығардым. Сізге бұл ұнаған болса, лайк басып, пікір қалдыруларыңызды өтінемін.